Бәріңізге сәлем. Егер де біреуді мақтасаңыз, сізге ашуланады деп ойлайсыздар ма? Алайда ашуланады екен. Бүгінгі видеода біртүрлі ырымдарды көрсететін боламын. Жапония. Егер де Жапонияда адамдар үш адам болып суретке түсетін болса, ол адамның ортасындағы адам қайтыс болады деген сенімі бар. Және де тамақтанатын кезде, егер де сіздің тамағыңыз толып тұрған болса, ол тамақты жейтін болсаңыз, болашақта ешқандай жолыңыз болмайды деген сенімі бар. Қытай. Егер де Қытайда өзіңіздің сақалыңызды өсіретін болсаңыз, онда өзіңізге ғана емес, сонымен қатар өзіңіздің отбасыңызға да кері зардабын тигізесіз деген сенімі бар. Және де жаман күштерді шақыру үшін өзіңіздің тырнағыңызды түнде алсаңыз жеткілікті. Сонымен қатар қытайлар нумерологияға да өте қатты сенеді. Егер де Жапонияда 3 саны өте қауіпті болса, ал Қытайларда 4 саны. Сондықтан да лифтілерінде 3-тен кейін 1-ден 5 тұрады. Таиланд. Егер де сіз 1-ден 5 мысықты көрсеңіз, онда сізге қауіп төнеді. Егер де пілді көрсеңіз, онда сіздің жолыңыз болады. Бұның ішінде ең біртүрлісі, егер де әйел өзінің күйеуінің атын ұмытқан болса, ол 20 жаста болсын, 80 жаста болсын, қолмен жүруді үйрену керек екен. Голландия. Голландия көп ырымдарға сене бермейтін мемлекеттердің бірі. Бірақ та бұл жақта сары шашты адамдарды ұната бермейді. Егер бұл жақта балалары сары шашты болып туылатын болса, онда олардың қанша жаста екеніне қарамастан, олардың шашын сарыдан басқа түске бояй бастайды екен. Мексика. Мексикада Голландия секілді көптеген ырымдарға сене бермейді. Бірақ та Мексикада сіз өзіңіздің қолшатырыңызды кептіру үшін ашып қоюға болмайды. Және де бас киіміңізді отыратын немесе жататын жерлерге қоюға болмайды. Сонымен қатар жерге портмонеңізді немесе нанның бөлшегін түсіріп алсаңыз да, бұл жақсы ырымдардың қатарына жатпайды. Бірақ та мексикалықтар голландиялықтар сияқты сары шашты шашын басқа түске боямайды. Өйткені ол жақта сары шашты адамды көрсеңіз, мақтайтын болсаңыз, онда сіздің міндетті түрде жолыңыз болады. Сіз ырымдарға сенетініңізді, сенбейтініңізді комментарийға жазып кетіңіз. Кім көп екенін көрейік. Италия. Егер де біз мысықтың түш көріп жатқанын көрсек, бізге күлкілі болып көрінуі мүмкін, бірақ та Италияда жақсы ырым екен. Павлиндер жаман нәрсені шақырады деген ойда. Егер де ол жақтағы адамдарды әтешке теңейтін болсаңыз, олардың көңіл күйі көтеріледі, бірақ Қазақстанда олай емес. Грекия. Егер де сіз Грекияда болып, ол жақта басқа жаққа саяхатқа шығатын кезде аяқ киіміңіз құлатып алсаңыз, онда сіздің жолыңыз болмайды. Грекия ырымдарға өте қатты сенетін елдердің бірі. Егер де Грекияда көк көзді адам басқа адамға мақтау сөз айтатын болса, онда ол адамды ұрып немесе боқтап жіберуі мүмкін. Өйткені жаман ырымдардың бірі. Ал жақсы ырымдардың бірі, сіз қазір лайк басып қойыңыз, осылайша сіз секілді керемет көрермендерім көп болады.